болсын. Ağzınızda var, aslarınızda orada. Bәрекелді, елеген тамаша жақсы билер. Бәрекелді, бірінші әйтеуір репетицияға осылай тамаша жақсары еткен кезде ортаға шығып келіп отырыңыздар. Жақсы билеген кісілерге әдемі сыйлықтарымыз да бар. Сондықтан да осы тойымызға атсалысып отырыңыздар дейміз, құрметті қонақтар. Бәрекелді. Ал енді тойымыздың ақ-тілектерімізді жалғастыра отырайық. Бәлки жаңағы фотограф қандастарымыз келіп жатыр. Фотоға түсіп отырыңыздар, мына тойда естелік болсын деп. Мынау айтады ғой, бүгінгі сурет, ертеңгі тарих дейді. Сондықтан да айтып отырсыздар, Байқозының тойында түспек, сол ескерткіш қойды. Сондықтан да мінекей фотограф қандастарымызды жүр, мінекей фотоға түсіп отырыңыздар. Ал енді тойымыздың тілектерімізді жалғастыра отырайық. Мынау айтады ғой, өз қазақты өзі ер жігіттің үш жұрты болады деп. Өз жұрты, қай жұрты, нағашы жұрты болады дейді. Мынау айтады, үйдің көркі ағашымен, жігіт көркі нағашысымен деп жатады. Нағашы деген бәйтерек дейміз ғой. Орыста нағашы деген сөзді спонсор дейді екен.
Сондықтан да сіздердің қошемет шапалақтарыңызбен бүгінгі осы қуаныш тойымызға келіп жатқан бір топ нағашылар келіп отыр екен. Сол кісілерге тілек кезегілеп қояйық, құрметті ағалықтар. Нағашылары Тоқ Мырза, Гүлмай Гүлмира, Бөлек, Жексен Несібелді, Мәрияш, Забира, Ғазиз, Илакүл, Зарып дейді. Осы есім аталған бір топ нағашыларымызды сіздердің қошеметтеріңізбен ортаға шақырмаса керек, құрметті қонақтар. Шапалақтарыңыз керек. Еліміздер мінеке ағамыз қалай жақсы сабақта береді, бәрекелді. Ал құрметті жиналған қауым, мен енді көпшілігі танитындар да бар, танымайтындар да бар. Аздап қана өзімді таныстырып өтейін. Мынау Әлия мен Бижамалдың анасы менің туған қарындасым есебі. Сол ана кеше жиналған жерлерде айтылды. Бұл бала мен университетті бітіріп келгенде әлі дүниеге келмеген, мен 59 жылы Камышлы ауданына қарай солдым. Орыс орта мектептерінің директоры болып, Заурайына болып жұмыс істеп кеттім. Қатынасымыз үзіліп қалып, бірақ дегенмен артынан жақсы қарым-қатынаста болып, тілектес болып, хабарын беріп тұрдық. Міне мен бүгін қуаныштымын. Неге десем, қарындасымнан қалған ұрпақтары анасын жоғалтпай бүгін той жасап, өмірлерінің ұзақтығын тілеп, сондай қуанышты той жасап отқанына өте мен де қуанып отырмын. Шырақтарым, бірінші айтарым мынау, сен Бақай руының ішіндегі бір тармағы Байғозы деген бабаның атыменен сені атаған екен. Мен ойлаймын, бабаның атына сен кір келтірмеуге тиіспісің. Бүкіл бір ұрудың атын саған қойған екен. Бақытты ғұмырлы бол. Қымбат деген келініміз де текті жерден шыққанын біліп отырмын. Кешеден бері Исламжанменен табақтас болып әңгімелесіп, ол кісілердің қандай адамдар екендігін бәрін түсіндім. Текті жердің адамдары текті жерге қосылып отыр. Өмір жастарың ұзақ болсын, дендерің сау болсын. Әр уақытта ата-ананың қамқорлығына бөленіп, солардың игілікті істерін атқара беріңдер. Ең бірінші айтарым, аздап да болса мен енді әлгі бір үлкен адамның ғой, ақыл айта отырайын дегенім шамадан енді уақыт алғанға ренжімесіңдер. Мен бір анаңа ауыр сөз айтпа, атыңа ауыр жүк артпа дейді екен қазақ. Бұл не деген сөз? Бұл ананы сыйла деген сөз. Анаңа ауыр сөз айтпа, атыңа ауыр жүк артпа дейді екен. Міне сол айтқандай, енді сендер қандай жағдайда болмасын, аналарыңды, асыл анаңды сыйлайтын болыңдар. Енді айта берсе ақыл көп, оның енді негізі өздерің ер жеткендер, ақылдарың толысты, міне бір-біріңнің қолдарынан ұстап қосылдыңдар. Қазақта айтады ғой, қосағыңмен қосағар деп, қосақтарымен қосағар. Жақсы, мынау халықтың бір ғана, бір үйдің ғана азаматы болмай, бүкіл елдің азаматы болып, халқыңа, еліңе пайдаң тиетін жақсы көрнекті азамат болып өсе берсін. Ал енді мен Астанаға көшіп барғаннан кейін
балалардың бәрі жұмыста, сол үйде жай отыра алмай, сосын енді бұрын жұмыс істеп, қолға қалам алып үйреніп қалған адам едім. Атақты жазушы болмағанменен, негізі физика, математика болған, бірақ әдебиетке бейімділігім бар еді, соған байланысты сол ермек қылып бір кітаптар жазғанмын. Оны енді жұрттың бәрі мақтап батып, көбісін енді халықтардың нұсқасы, туған-туыстар, білетін адамдар алып кетті. Соған бір-екі кітап қалған екен, бір 5-6 том жаздым, соның бір 2-3-ін ала келдім, сендерге ескерткіш болсын деп. Таныстырыңыз. Мынау бірінші жазғаным Сыламжан Қарлығаш. Құдалығымыз 1000 жылдық болсын деген ізгі тілек, ақ ниетпен ұсынамын дедім. Мына Құдаға. Ой, бәрекелді, Құдаға. Ой, бәрекелді. Мынау нағыз сыйлап, бірінші кітап дейді ғой мінекей. Ағамызға бір қошемет, құдаларына кітап сыйлап жатыр мінекей. Екінші, мынау Әлия туған жиеніме. Бірінші бір ауыз өлең ғана жаздым. Өмір деген күрделі ой күрделі. Саналы адам бұл туралы біледі. Өмірден өткендерді еске алу тірі жанның ең керекті міндеті. Тірі жанның ең керекті міндеті болғандықтан, болашақта болатын немерелерінің ішінен бір ұл, бір қыздың аттарын нағашың Тәжмағамбет пен асыл анашың Күлжанның атын қойып, солардың аттарымен атарсың деген үміттемін. Немерелерің көп болсын. Ой, бәрекелді. Әлі бақайыз. Әлі, ой, бір шапалақтарыңыз. Бәрекелді. Біраз кітап оқыңыз. Байғозы Сымбат, осы кітапта жазылған ана туралы әңгімелерім сендерге үлгі өнеге болсын. Анаңа ауыр сөз айтпа, атыңа ауыр жүгартпа деген ұлағатты сөзді ұмытпай, естеріңде сақтаңдар. Бақытты ғұмырлы болып, өмір сүріңдер, нағашың Тоқмырза. Ой, бәрекелді, қошемет ұрып қойыңыздар. Ең қымбат сыйлық кітап дейді ғой мінекей. Ал құрметті қонақтар, енді мен жаңада айттым ғой, қуанышымыз қуанышқа жалғаса берсін. Мынау Әлия алдағы уақытта толып жатқан немере көрсін, ортасында үлкен қария ана болсын, әже болсын деп тілеп отырмын. Сондықтан мынау менің тойға шашуым әле. Ой, бәрекелді. Ал енді құрметті қонақтар, осындай той барлықтарыңызда болсын. Тойдан тойға, тек тойға ғана жиналатын болайық. Әр уақытта осындай тойлар әр үйдің семьясында бола берсін. Тек қана тойларда амандықпен жүздесе берейік. Ой, бәрекелді, қошемет ұрып қойыңыздар, Тоқмырза ақсақалымызға. Ал құрметті ағайын, мінекей осындай той-томалақта жақын жігіт туған үлгі жыраған туғандар үміттер бәрі жиналады мінекей. Осы толған мінекей Әлияның баласы үшін, екі баласының мінекей қуаныш үшін жиналып отырмыз. Әлия, мынау өзіңнің міне сарғая күткен тойың қайырлы болсын, ұзағынан болсын, екі бала бақытты болсын. Осы сенің еңбегіңді ақтап, әйдік бақытты семья болып, халыққа қалаулы, елге елеулі ұлымен бала болсын.
осы сенің тәрбиеңді алса жаман болмайды. Үлкенді сыйлап, кішіні үлкенді аға қылып, кішіні іні қылып, қарындас қылып, алыстағыны жақындап, осы сен сияқты келін болса жаман келін болмайды. Құлдарың бақытты болыңдар. Анаң осы өмір, осы қуанышқа жете ме, жетпей ме деген анаң мінекей еңбегі жанып, мінекей сендер жоғары биіктен көтеріліп, екеуіңді әйтіп тамаша бала өтсіңдер. Осы әлияның еңбегін ақтап, әрқашанда бақыт болыңғы бақытқа бөлене беріңдер. Бәрінің үйінде де осындай той болсын, қуаныш болсын. Нәйле, Нұрлан, тойларын қозғасын. Сізген өтқан құрларын жаңағы ұзағасы беріп болсын. Әуірлі шөбірлі думан дүбірлі болыңдар. Үйлену оңай, үйіндей жақсы бір семья болыңдар. Төлеуге өреткен бір жақсы бір семьясы деген ат қылыңдар. Төлеуге жездеміз төлеуге болған Гүлжан апамен. Осы отырғанның бәрі торғайдың тойын отырмыз. Мына заманда даладай дастархан жайып, даладай көңілменен, әлияменен мына қуаныш бізді тойға шақырып келіп отырмыз. Мінекей бәріңе де осындай той тілеймін, осындай аспандарың ашық болсын. Үйлеріңде балаларыңда той болып, немере шөбере сүйе беріңдер. Мынау екі балама бақыт тілеймін, айналайын. Махаббаттарың берік болсын, аспандарың ашық болсын, дендерің сау болып, уайым қайғысыз екеуің қосақтарыңмен қоса қарыңдар. Әлия, енді саған айтарым болса, мінекей қалың елді қақ жарып бүкіл ағайын туыстарға беріп атсың нелеріңді, билетіңді. Осы сенен келдік, әйтеуір тойының ішінде болайық деп. Әрқашанда аспанымыз ашық болсын, тойдан тойға жете беріңдер. Айтатын сөз көп енді, тоқымыз ағамсақ тұрып қалмайық енді. Тойларын тоғылата берсін. Туған күні құтты болсын, ботам жаңа естіп жатырмыз, өмір жасыңыз ақ болсын. Келесі жылы осы кезде осы кішкентайдың туған күніне келейік. Ал енді мынау апалар, ағалар сөйлегеннен кейін мен таза айтатын сөз таба алмай жатырмын. Екі жас бақытты болсын. Әлия мынау тойға жалғасып, кереген кемге жайылып, үлкен шаңырақ иесі болсын балалар. Соның қызығына тоймай, осы қызықтап, шапқылап айналайын жүре берсенің сол жарқылдап жүргенің бізге үлкен қуаныш. Содан артық ештеңең керек жоқ. Мынау сені сыйлап, бүткіл мынау көршілерің, торғайдан достарың бәрі келіп жатыр. Бәріне де сол рахмет, сол өзіңнің сыйлы болғаның. Байғозы, сенің туған күнің екен жаным. Туған күнің құтты болсын. Бақытты ғұмыр кеш қосағыңмен. Маған екі жағы да бөтен емес. Ойбай, әшем, Мен көрсетемін, менің осы түгілмен апаларым, қайнағаларым түгіл сөйледі. Тамам барлық. Енді әлия шейін болғасын, бұл бер жанды жаңа айтқан сендерге түгел қосылам. Бақытты болыңдар балалар, байғозы туған күні құтты болсын. Мынау бақытқа бәрі сетіп, бақытты бол жаным. Айтқан тілектері қабыл болып, періштенің құлағын ашарсың. Мынау оразаның айы ғой, қасиетті айда үйленіп отырсыңдар. Айтқан тілектер Алла тағы да қабыл етсін. Ой, апа, фото түсіп кәнеке, ой, бәрекелді. Алдарыңызда бейшілер тобы да қатысады ғой. Ал енді мынау торғайымыздың апаларына риза болып, тілек айтып тұрып, амидасын айтып кетеді ғой сразу. Байғозы туған күнде бөлек подарка алып ертең келесіздер ғой апа енді. Ал енді мына мен де ойлап едім, Тоқ мырза ақсақалымыз құсап кітапты беріп кетіп қала ма деп әйтеуір сыйлықтар да бар екен бұл кісілердің де. Рахмет, бір қошемет шапалақ ұрып қойыңыздар. Ал енді тойдың сәні әлі болмайды деп мінекей. Әуде бейтін қазақ болмайды дейді. Сондықтан да өзімде де торғайдан келіп отырып деп бір тамаша жақсы ән орындап жүрейін. Жастар, мына құдаларымыз барлықтарымызда көңілдерек ортаға шығып билей отырыңыздар. Кәнекей! Барлықтарымызда көңілдерек ортаға шығып билей отырыңыздар.
meyli qanşama Tavukları tapar başları Arzudu mağam namsana Endi canım eram sabah Taşayımı meyli qansana Marşı olsa qanşa şansana Gözlerini boşalt qansana Iş kızbay deyip minekey, endi bir ademe gele жатып minekey, жақсы билеп, тойымыздың сәнін кетіріп, бәрекелді хадырды біргісідей, барлықтарымызды орнымызға жайғаса қалайық, әдемі тілектерімізді тыңдап отырайық, осылай қойған ретіп биліктеп отырғанымыз әдіне. Отыр десін кеп тапсырмасы. Аба жайғасыңыздар. Ал енді мына құрметті қонақтар, бәрекелді барлықтарыңыз жақсы биледіңіздер. Мына енді той болғаннан кейін әдет тілектеріміз бар, ондарыңызға жайғасып отырыңыздар. Мына қазақ болғаннан кейін тамашада мына қазақтан қара сөз қалған ба, жақсылап сөйлегенде жақсы еліміз, сондай бір торғай деген бір қасиеттеріміз. Ал енді мынау құрметті қонақтар, бәрімізді жайғасса, мына 10 жақ қанатымыздың сәнін кетіп отырған қазақта айтады ғой, құданы құдай қосады деп. Сондықтан да мынау қуанышымен кетермей естесірі құда болып бұйырып бауыры жескен құда келесі тілектер айтса деймін, қадірлі қадірменді мың жылдық құда дейді. Сондықтан да мына сіздердің қошемет шапалақтарыңызбен құдаларымызға құрметті көрсетіп, шапала құрып, жана құдағи, құда бала, құда саларды бір қошемет шапалақпен ортақ шақпай кәлген құрметті қонақтар, қошеметтерге Ендіген қошемет, әттен асаба болып жүрмін, әйтсе билік кетіп тұрсыздермен. Бәрекелді, жана құда-құдағыларымызға бір қошемет шапала құрып қойып, неке құрметті қонақтар бір кісілей болып. Ал енді ақ тілектеріңізді жаудырып отырсаңыздар. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар, құдалар, той иелері, осы әулеттің игі жақсылары. Біріншіден барлықтарыңызды тойларыңыз құтты болсын, ұзағынан болсын дегенмен. Ал мынау екіншіден, мынау менің бірінші міндетім, мына кісілерді сіздерге жігі-жігімен таныстырып өтсем деймін. Енді араларыңыздан кейбіреулеріңіз ойлауыңыз мүмкін, мына кісілердің кейбіреулерінің түрі таныс, бұл әулетке қандай қатысы бар деп. Сондай сұрақтарыңыз болмас үшін мына кісілерді мен сіздерге жігі-жігімен таныстырып өтсем мен. Мынау бірінші кеудесінде құда деген төс белгісі бар. Осы әулеттің үлкені, Сымбаттың папасы, сіздердің белі құдаларыңыз,
Сыламжан болады, Сыламжан құдаларымыз. Бірінші құда-құдаларын таныстырсақ, екінші Сыламжанның інісі Әлімжан құдаларымыз міне. Одан кейін Сыламжанның үшіншісі Қайыржан құдаларымыз міне. Одан кейін осы әулеттің құдасы, яғни мен жолдасының папасы, яғни менің атам Қалабай құда. Одан кейін шыға беріңіз. Сымбаттың нағашысы, яғни Сымбаттың мамасының інісі Елубай құда, руы мерген болады. Одан кейін осы әулеттің күйеу баласы Сымбаттың жездесі Аслан құда. Мынау Сымбаттың інісі құда балаларымыз. Ал енді құдаларды болсақ, құдашаларын таныстырып өтейік. Уақыттарыңыз көп алмаймын. Яғни бұл кісінің кеудесінде құдағи деген жазу бар екен. Сымбаттың мамасы Нағима. Қарлығаш дегенде екі аты бар, енді оны өздеріңіз білесіздер, қалай атайтындарыңыз. Одан кейін ретімен кете берейік. Сымбаттың тәтесі Елмира құдаша бар, құдаша. Осы әулеттің келіні Ғауқар тәте, Ғауқар құдағи. Осы әулеттің тағы да бір келіні Жанар. Сымбаттың нағашысы мамасының сіңілісі Таңшолпан құдаша. Одан кейін Мақпал менің жолдасым, осы әулеттің келіні. Осы әулеттің жиені Арука. Ал енді мен өзімді таныстырып өтсем, мен Сымбаттың ағасы Әділжан боламын. Ал енді мынау қолымда микрофон тұрғанда тост сөйлеп қойын, әйтпесе микрофон маған тимей қалуы мүмкін. Сондықтан мынау Сымбат байғозы көтеріп отырған шаңырақтарың биік болсын. Шаңырақтарың келе-келе кең болың, шаңырақтарың биік болсын. Сіздерге денсаулық тілеймін. Ал мынау енді көп сөйлемей микрофонды басқаларыңызға берсін. Тағы бір екі баламды таныстырдым. Ойнап кетті жаңағы, мен екі балам жүр, біреуі Еркежан, Мейіржан. Ал құрметті тойға жиналған қауым, мынау тойларыңыз құтты болсын. Өзім құлағында болдым. Мынау енді кешеден бері осы сіздердің әулеттеріңізге құдалып келіп тойлап жатырмыз. Құдайлай сыйлап жатсыздар, сіздерге көп-көп рахмет. Мынау екі жастың арқасында мінекей сіздермен танысып, білісіп жатырмыз. Осы жақсылық той жағынан болсын деймін. Мынау екі балам құрып атқан шаңырақтары биік болсын деп, ойлаған армандарына жете берсін, бақытты өмір сүре берсін. Мынау сіздер мен біздердің баламыз емес, бұл халықтың баласы болсын. Енді мынау байғозы жаңа айтып жатыр ғой, оған күн екен, оғаңыз құтты болсын. Бірыңғай осылай тойлап жүре берейік, аман саулық болсын. Рахмет. Жиналған қауым енді бір-бірін танымайтын ағайынды өте екі жастардың арқасы ғой, бір-бірімізді танып біліп жатқан. Бірінші өте екі жас бақытты болсын. Бізге одан артық не керек? Тойымыз той қыласын. Әрқашан басымыз ойын тойда, қуанышта кетірсе берейік. Басқа не айтамыз? Мұндай қысылғанда сөз ұялажын. Алла құрметті құда-құдағилар, бір баламыз екеу болып жатыр, өрісіміз кеңейіп жатыр, қуаныштарымыз ұзағынан болсын, кешегіден бері осы айтуяқтарымыздан бармай жаңа бәріміз осы үйге тұрып қарсы алып жатсыздар. Құрметтеріңіз, сипаттарыңызға көп-көп рахмет. Екі жас бақыт болсын, әрқашанда осы әулеттерге қуаныш әкелсін. Тек осындай қуаныш дастарханда той томалады да, ауызша. Құрметті ағайын, құрметті жиналған қауым, Әлия,
мына болып отырған қуаныштарыңыз ұзақ болсын. Байғозы балам, бүгін туған күнің екен, өмір жасың ұзақ болсын сенің де. Енді осы бүкіл торғай, осы аудиторияға көшіп келгендей, бәрі таныс, құдамыз кім, құдағиымыз кім дейтін емес, бәріміз қарт торғайдың суын ішіп, топырағын басып өскен адамдарымыз, бәріміз бір-бірімізбен таныспыз. Олай болса, маған осы да қуаныш біз үшін. Мынау екі бала бас қосып жатыр. Не айтам? Екі балама бақыттың бақшасында тек қана шалқып өмір сүріңдер дегім келеді. Әлия, көргенің енді қуаныш болсын. Сен болып, біз болып, осы балаларды үлкен биіктерден көрейік, қызық қуанышта өмір сүрейік балаларменен. Баршаңызға да осы құрметтеріңізге рахмет. Бәріңіздің отбасыларыңызда осындай той болсын деп тілеймін. Әр күніміз тоймен ғана бас қосатын болайық. Енді сөзіміз соңында екі баламның жатын жиһазының құттықтағым деп отыр беріп. Ал құдағилар, Әлия құдағи бүгінгі қуаныштарыңыз ұзағынан болсын деймін. Балғозы мен сымбат бақытты болсын, көтерген шаңырақтары биік болсын, іші жанға, сырты малға толсын деймін. Махаббаттарыңыз мәңгілік болсын. Енді азғандай сый сияпатыңыз бар, соны табыс етейік. Сыйлықтар табыс еттіңіздер ма? Бәрекелді. Тапсырып қойыңыз. Обязательно. Қошемет шапалақ ұрып қойыңыздар.